Достар, бұл 7-ші час. Әрине мен үйді өзгерттім. Алдыңғы бөлімде көрген шығарсыздар. Үйді осылай өзгерттім. Алдыңғы бөлімде мына екі қыз татуласқан айтуды ұмытып кетіппін, кешірім сұраймын. Бұл екі қыз татуласып, үйлерін осылай ремонттадық. Қалай сіздерге? Міне. Достар, мына екі жерді не істесем болады, зәт қылсам болады. Айта кетсеңіздер, бұл екі жер бос қалды. Бұл жерде анасы мен қызы телефоннан тренет анамнау қарап отыр. Әкесі бірдеңелерді істеп, бірдеңелер жөндеп жүр. Ал екі қыз сырласып, сөйлесіп отыр, әңгіме айтып. Және де бұлардың сабақ киімдері міне мына жерде бай қызың сабақ киімі, ал мына жерде мына кедей асырап алынған қыздың сабақ киімі тұрады. Арнайы достар. Вот енді сіздерге бірінші этаж бен екінші этаж таныстырып кетейін. Оларды өзгерттім. Тек қазір көретін боласыздар барлығын. Және де 8-ші час шықсын дегендер комментке толтырып жаза кетіңіздер. Міне, бұл жерде осылай өзгерттім. Бұл жерде қызметшілері барлығын қазір әкелдім. Тек қана мына жер өзгермеген. Және далада тамақ ішетіндей қылдым. Таза ауада тамақ ішеді. Енді достар, мен сіздермен бірге қызметшілерді жалдайық. Так, қайсысы болсын? Қызметші. Так, мынау. Мынау. Бұл сабақ оқушысы ғой. Жоқ, мынаған кіреміз. Так, бұл жерде мынау. Қыздар да кіреді, айтпақшы. Қыздардан бізде тоқтайды. Нақты көрейік. Так, бұл жерде. Так, осыдан бастап. Сабақ оқушылар ойналар. Так, достар, мен қызметшілерді ұмытып қалыппын уже. Осы, алдыңғы затта бөлімде осы болған болатын. Осын барлығын жүргізе отырып, болған қыздарды тауып алайық. Так, енді мына жерде міне осы. Мынаны қояйық. Так, потом. Айтпақшы достар, вот, міне. Бұл достар бір бөлімде хит болған болатын. Осы қызды алатын болайық. Прям күштана. Бұл жерде басқа қызметші жоқ па? Так, қыздардан, олдардан 2, қыздардан 4, тағы баладан 4 керек. Ну, давайте вот. Так. Түклең біртүрлі шығатыр, достар. Маған ұнамай жатыр. Так, енді мына жақтардан табуымыз керек енді бірдеңе қылып. Давайте. Вот, давай осы новайдан шыққан екен ғой бұл бала. Давай осыны қыламыз. Давайте осы қызды. Так, 4 ұл, 4 қыз болатын. Так, мына қыз шығарыпсы. Жоқ,
мына қызды шығарып тастайық. Так, осы қызды қалдыратын боламыз, достар. Енді достар, біз қазір бұларға формаларын кигіземіз. Бұл жерде бізде новыйдан шыққан адамдарды таныстыра кетейін. Бізде новыйдан келіп жатқан адамдар олар. Мынау және де осы адам. Достар, жаңағы жерді өткізіп жіберсеңіздер болады. Енді қазір біз осы адамдарға, міне осы екеуі новыйдан шыққан адамдар, осыларға қазір формаларын кигізетін боламыз. 4 қыз, 4 ұл. Көргендеріңіздей, енді біз қазір формаларын алып келеміз. Формалар қайда? Мында отыра тұрың қыздар. Мында отыр. Так, осы мынаның бір құрбысы болады, жақындау. Ол мынау жақын құрбысы, ал мынаның жақын құрбысы мынау. Типа екеу. Ошым 4 қыз. Мына 4 ұлдарды мында қоямыз. Енді қазір формаларын алып келейік. Ой. Достар, енді бізде мына жерде қазір формаларын алатын боламыз. Формалар вот міне. 1, 2, 3, 4, 5. Өкінішке орай 5 форма ғана бар ма не? 5-ақ форма. Так, онда біз достар бүйтейік онда. Мына киімдерді қазір берейік. Мынаны қолына сатайық. Так, енді біз қазір сатаймыз. Форма қалған адамдарға форманы өзіміз жасайтын боламыз. Өкінішке орай енді формалар жетпей қалды. Мен формаларды жақтан алдым, достар. Так, енді біз достар, 7-ші час ұнап жатыр ма? Лайк басып кетіңіздер. Сіздерден қолдау күтемін. Так, келді ма? Жоқ, бірінші этажға бару керек. Так, вот, мына балада ғой, я. Так, енді балдарды, қыздарды қайсына кезем. Так, қыздардың 4-еуіне де, дай. Или балдарға кигізейік. Давай. Балдарға кигізейік бірінші. Мына баланың формасын алып қоямыз. Бұлар типа, мынау қыздың формасы вообще да, балды. Ой, адамдар ау. Так, мәңіз. И так, мына дайын. Вот дайын. Очкин алып тастайықшы, бір тұр. Так, мына жерден мына форманы и мына форманы лақтырамыз. Нормальный форма екен, я. Сондықтан мында қоямыз. Так, мына мұсырға. Так, енді қыздардың арасынан біреуіне кигізуіміз керек. Давайте осы қызға. Басында анапсыз. Түрлі формалар кебапты бұларда. Ну, жарайды. Так, мына қыздың үстіндегі мына. Так, мына қыздың үстіндегі форма қала берсін. Так, мына форма кигендер тізіліп тұрсын, давай. Тізіліп тұрындар.
Тізіліп тұрыңдар, тізіліп, әртүре. Тізіліп тұрамыз. Мұны типа күтуші ғой. Балдарға қарайтын күтуші болады бұл. Сол үшін бұның киімі әдемі. Тұра берсін. Так, енді мына екі қызға жетпей қалыпты. Так, енді бұған қазір жасап жіберейік, достар. Қарап отырыңыздар. Так, үстіне. Кофта давайте. Сыртына. Так, сыртына. Болмай қалады ғой. Мынандай да киім бола ма күтушіде? Давай обычный андай. Не біртүрлі да емес, не қатты затта емес. Киім кигізейік. Так. Достар, не кигіземіз, мен білмей тұрмын. Так. Так, достар, біз давайте үстіне. Ойнаққам адам киетін киім қалады ғой. Давайте ішіне басқа бір қара киім кигізейік. Қара. Жоқ, бұл тым қысқа болып кетеді-ау. Жоқ. Достар, мен форма таба алмай жатырмын. Так, форма. Дайте қыздарға әдем киімдер кигізейік. Сонда әдем болады. Так, әдем формалар кигізетін болсақ, онда давай юбочка кигізейік. Или юбочка емес, басқа нәрсе. Дай көйлектен кигізейік па? Көйлек. Достар, көйлек кигізе алмайтын сияқтым жады. Так. Ойна кәм тойба көтті ма бірдеңе. Макадым намен. Мынаған киізе салайық бәлей. Жоқ болмайды. Жоқ. Сыртына бір достар, өкінішті орай мен киім таппай жатырмын. Мүлдем. Сондықтан да давайте, достар, қыздар осындай киім кисін. Жақсы ма? Айтпесе, достар, мен киім таба алмадым. Типа аспазшы қыздар болады. Дастархан дайындайтын қыздар. Сол үшін нормально сияқты. Ал қалғандарынікі нормально. Так. Қазір аттарын аттауып, сол аттарды жаттап алып, қайталап, ойынды жалғастыратын боламыз.
Бұл жерде мынаны алдыңғы бөлімде айтқан болатынбыз. Аты Жансерік Ильяс. Так, нағыздың есімін не деп қоямыз, достар? Нағыздікі, так, қазір. Так, достар, нағыздікі не деп қоямыз, достар? Так, мынау Жансерік Ильяс Диас Санжар. Қайттан қайталайық. Жансерік Ильяс Диас Санжар. Так, Санжар. Жансерік Ильяс Диас. Болды. Енді қыздардың есімдері. Так, мына екі қыздың есімі кім болсын? Мына қыздың есімі Айым. Давайте Айым болсын. Или так, осы қыздың есімі Айым. Мына қыздың есімі мына қыздың есімі Ақбота. Мына қыздың есімі Жансая. Жансая, Ақбота, Жансерік Диас Ильяс Санжар. Айым. Так, енді бұған есім табу керек болды ғой. Так. Так, давайте. Бұл қыздың есімі Жансұлу. Жансұлу күтушісі. Жансұлу давай. Так, бір қайталаймыз, ең соңғы рет және алғашқы. Жансұлу. Айым. Ильяс. Диас. Санжар. Жансерік. Ақбота. Жансая. Вот әкесінің есімі кәдім Арсен. Бұрынғыдай. Так, енді мыналар не істейді деген сұрақ. Да? Так, мына екеуі даланы күзетеді. Әңгіме соғуда досым. Так, мына екеуі мына аяқтарды типа қарайлап, қонастап жүреді. Мынау да тоже сондай. Типа осы жақтың шаруалармен айналысады. Ал бұл қыз күтуші болғандықтан балаларға, үлкен қыздарға да, екі қызға да қарайтын болады. Ал бұл мына аяқтарды жинастырып, жоқ, мына екі қыз жинайды ғой. Так. Мына қыз жинайды заттарды, ал мына қыз жасайды, типа тамақтарды дайындайды. В общем, любой бөліп аласыңыз. Бұл қыз да жүре береді қасында. Так, болды, кеттік. Қалай достар, сіздерге ұнап жатыр ма? Так, енді типа ана екі қызының қараңыздар, үстіне қарап алыңыздар, типа одежда, образ, лук. Бұл пижамный образ, бұл кәдімгі обычный образы. Так, енді достар, бізде былай болсын. Давайте мынаны киіп қарайықшы. Вау, прям классно, да? Күшті. Енді мынандай пижама бұда да міне, типа. Киіп қарайық. Вау, әдем. Енді бізде бұл форма емес енді. Жақсы болады. Енді бізде бот. Вау, супер прям. Так, енді
Мынаны келіп қарасын. Мына қыз әдемі болыпты, мына қызға да. Так, енді мынаны келіп қарасын. Бұл да әдемі болып тұр. В общем, мына қызға розовый, қызыл, қара бәрі сұрашады екен. Так, мынау қалады. Мынау қалсын, давайте. Так, мына қызға. Бұл қыздың пижамасын киіп алсақ. Так, енді достар, бұл қыз айтпақшы мынандай киімде бар. Қараңыздар, әдемі. Wednesday. И осындай көйлек. Образы бар. Және де бұл өте әдемі, типа күшті қыз. Бұған мына қыз оған өзінің осындай құлақ қабы мен осындай заколкасын берді, сыйлады типа. Так, енді екеуі типа сабақ киімін кигізейік. Мына осы қызыкі мына образ ғой, қазір көрсетейік. Вот и вот. Осы образбен барады мектепке. Қалай сіздерге? Ал бұл қыздыкін әлі таппадық, яғни жасамадым. Бұл қыздыкін білемін мен. Так, ойбай. Ой. Так, болды. Мына қыз жата қойсыншы, қазір киім или отыра берсін. Так, сумкасында осындай типа. И осындай комнаты. Осыны кисін, давайте. Так, ладно. И осындай әдемі очки бар. Қараңыздар, прям красота болып тұр. Дегенде мынандай. О, сумкасы. Әдемі екен. Сай келіп тұр өзіне. Так, достар, очкиін сезіп қояйық. Мынандай сезейік. Так, енді бізде мынандай киімі бар еще. Бұны киісіп қарайық. Вот осылай. Типа бір жаққа тез шығып келуге болады. Мынандай затында қояйық, мынаны да қояйық. Вот этот комнаты. Мінекей біздің қыздарымыз. Енді бізде мына қызға сабақ формасын шығарамыз. Сабақ формасын негізінде біз жасаған болатынбыз. Ол кетіп қалғаннан кейін білесіздер әрине. Оны қайта шығарып алуымыз керек. Қайда ол? Нормальный формой. Так, достар, давай бұл қызда екі сабақ форма болсын. Именно. Қалай сіздерге? Мынандай киімі бар, айтпақшы. Мына қыздың мындай киімі бар. Так, жоқ, мына қара кімдікі екен ғой, ана қыздікі. Так, и потом. Осындай типа үйге кетінде киімдер бар. Осындай типа далаға жүгіруге шыққанда киетінде киімдер бар. Осындай киімдер де бар. Вот. Так, мына киім мына қыздікі болсын. Ой, достарына шән түсіп кетті. Енді қайда аламыз? Бұл түсінім. Бұны үстіне қоймаса болмайтын сияқты. Давайте бүйтейік, шына розовый заттанында қояйық. Этот қара мына қыздық екен ғой, мен қателесіп тұрмын. Енді достар, бізде қазір киімдерін орналастырып болайын.
енді достар, бізде мына жерде қолына берші. Мына әкесінің оны асып қатыншы неғып жүр. Ну, типа сүртінетін полотенце, типа осындай заттар. Еште мынақты тұра берсінші, бұл әкесі. Так, әкесі анаяқта. Мына қыз мынақа қарайтын еді ғой, мына қызға қарайтын еді ғой, енді мынау қарайтын болды. Бұл тек типа тазалап жүреді осы жақтардың барлығын. Мынау енді барлығына жауап береді. Мына кішкентай қызға да қарайды, мыналарға да қарайды. Оқытушысы десем де болады. Мысалы, мына қыз міне мынақты жинайды. Так, мынандай айтпақшында күшті зат бар бізде. Так, 1, 2, 3 басталады. Сол ғой, Қыздар, не істеп жатсыңдар? Қалайсыз? Атын ұмытып қалдым, достар. Енді есіме түсіру керек. Ойбу. Так, есіме түсті. Аты кім еді? Жансерік, Ильяс, Санжар, Дияс, Айым, Ақбота, Жансая. Нағыз есімі кім? Ұмытып қалдым. Нағыздардың есімін де білмеймін даже. Енді үшеуінің атын қайттан жазып керек па? Достар, мені кешіріңіздер, бірақ мен ұмытшақ болғанда мен кінәлі емеспін. Так, енді так. Так, достар. Не десем болады? Дайын апайның аты Альмира болсын ба? Альмира, давай, Альмира. Так, мына қыздың есімі қазір. Достар, бұл қыздардың есімдерін не десек болады? Гүлім, давай. Нанкі Гүлім әпке, типа Гүлім әпке дейтін еді. Бұл негізі қыздардың есімдері өте көп, но мен выбор прям. Аяла, Жансая қоя алмайым, Арай-Нұрай қоя алмайым, кешіріңіздер. Так, достар, так, қазір ойланып алайын, давайте. Мына қыздың есімі естеріңізде салып кеткен Фатима, Жанна. Енді бұл жерде давайте бұл қыздың есімі давайте мына қыздың есімі Малика. Так, Гүлім, Малика, Камила. Малика, Камила. Күшті ма, достар? Айта кетсіңіздерші. Так, Гүлім, Малика, Камила болды. Так, 1, 2, 3 қайтан. Арсен, Айым, Фатима, Жанна, Гүлім, Малика, Камила. Болды, достар, осылай болатын болды. Қыздар, не істеп жатсыңдар? Гүлім әпке, келіңізші, сізді сағынып кеттік, демалыс алып келгеніңізге жақсы болды ғой. Мен де сендерді сағындым. Не істеп жатсыңдар? Сол әңгімелесіп, сіз мен жай аралап жүргем ғой, бәрі тыныш па деп. Енді сіз ақ көңіл, қамқор жансыз ғой әпке. Енді олай айтпай қойшы, рахмет.
Так, жақсы, онда не істеп жүрсіз? Тумналар неғып менімен сөйлесе бермейді? Ей, Малика, не болды тағы? Біз сабақтан қалып қойдық. Яғни кеш қалып бара жатырмыз. Қыздар, мен айтуды ұмытып кеттім. Давай, киініңдер, бол. Мен таңғы астарын дайындаймын. Тый бір. Тез киінші. Так, киінейік тез. Вот. Так. Так, сөмке. Бүгін мен сөмкеден осыны алып кетем. Мен кәдімгі өзімдікін алып кетем. Так, болды, кеттік. Айтпақшы, менде кітап жоқ қой. Бопты, қазір кітапханадан алсақ, жүр кеттік. Жақсы жүр. Анашым, біз сабаққа кеттік. Фатимушка, Атимушкам жаным менің. Пока қыздар. Сабақтан бес алып қайтыңдар. Жақсы анашым, сау болыңыздар. Фатима, пока. Келерімде саған бірдеңе әкелем, окей? Рахмет, әпке. Так, болсыңдаршы тез. Жақсы, әпке. Той кеш қалмасақ болды екен. Енді. Иә, сол ғой. Ана келеді маған. Не істеп отырсың, ұнайды дейді. Так, қыздар, неге әңгімелесіп отырсыңдар? Нағи екі қыз кеш қалды десіз, тамақтарын дайындап беріңдер. Жақсы ханым. Ханым деппін ғой, жақсы гүлім. Жасымыз бірдей отақ, қыздар, отырыңдар. Сөмкелеріңді мында қоя тұрыңдар. Тәттісін-ай. Дәмді, я. Біздің тамақ іші қарымыз ашып барады. Ойбай, қазір күте тұрыңыздар. Жұмыртқа бар екен. Осы жұмыртқадан қуырып берейін. Қуырғанда ше тастар мені қуыратын заттар жоқ екен ғой. Или мынақты заттар бар ғой, сода алсайшы. Ой. Міне. Мә. Гүлім, саған да жешме. Тыңдыма ауыздарын, болды барындар енді. Жақсы әпке. Ойбай, так, аты келмеді. Ақбот әпке, давай ке. Сабол жандарын бес алып келіңдер. Ойбай, мә. Кеттік. Вообще-то ананы апарып тастайтын әпке ғой. Шаршып кеттім ғой. Жекеш кел. Фу, жаман ашты ғой, достар. Аузым басылды ғой. Кофе жегіш келме. Так, енді достар, аналарды мектепке апаратын боламыз. Так. Вот, достар, келді. Енді бізде қараңыздар. Так, вот, сыныптастар ерте келіп қойған бұлардың. Так, мында. Кеш қалмадық бекен. Сәлем достар, қалайсыңдар? Сәлем қыздар, қалайсыңдар? Я, қалайсыңдар? Подруги, қалайсың? Жақсы, өзіңе не істеп жатсың? Так, сөмке пришлается. Вот этот. Кітапты оқу керек. Тақырыпты түсіндің ба? Маған жазып бер. Жақсы, жарайды, бірақ апай көшіргенімізді біліп қоймасын. Иә, білмейді ғой ол апай.
Айтпақшы, подруга, кешегі жаңалықты естідің ба? Жоқ, қандай жаңалық болды? Менде саған бір жаңалығым бар. Давай, сен бастап айт. Ұйқым келіп кетті ғой, достар. Енді басынан шешіп тастайық, неғып тұр, не жаққа деп. Так, отырайыншы. Так. Так, как обычно, мында директор здесь. Так, директор здесь. Так. Оқушылар қайда кеткен? Оқушылар бар емес пе еді? Ойбай, адам әлі де бар екен, достар. Прикинь. Аусы, валлай. Так, жүре бер. Оқушы адамдар бар ма? Вот апайы, вот завуч. Енді оқушылар қайда кетті, мен соны түсінбей тұрмын. Оқушылар. Түсінбедім, достар, мынанше. Так, оқушыларды мен что-то... Тоқтаңыздар, мен оқушыларды зат істеп алған жоқпын ғой, қызметші етіп. Олар қайда кеткен? Так. Қазір достар. Достар, мен кешіріңіздер, мен оқушыларды таппай жатырмын, сондықтан да жаңа оқушыларды алатын боламын. Вот мыналар. Так. Оқушыларымыздың қайда кеткен? Вообще не знаю. Так. Вот здесь балдар вообще аз болып қалды мына жақта. Так, қайтадан. Жүре берейік. Табылып қалса екен. Міне, табылмайды ғой бұларда. Мына қыздың подругасы где там? Достар, я здесь болды, таптым. Кетіңдер, бар сендер өз орындарыңа. Так, не істеп отырсыңдар екеуің? Ой, кешіріңіз, ханым. Бір. Типа, вот кеттік, жүріңдерші классқа ей. Кеттік, қыздар, классқа кешігеміз, қыздар. Бөлінбеңдер, так. Әдеттегідей орындарында отыру керек. Мындағы баланы зат істеп тастадым ғой. Қызметші қылып алыппын ғой. Ой, ё-моё. Давайте мына баланы қоя салайық. Так, все. Енді бастайтын боламыз. Класс, апа әлі келмеген ба? Көрмейсің ба? Апа келсе сәлем алып деп тұратын едік қой. Ой, өлмей қалдым, не болды? Немене тамағың ауырды, бір тіл сөйлеп тұрмын. Так, қазір апа емес, ағайдың сабағы болады ғой. Так, давайте. Ой, мен кешігетін болдым ғой. Саламатсыңдар ма, балалар? Саламатсыз ба? Болды, әхірмаш. Директор жоқ ғой. Так, бүгінгі тақырыпты жазыңдар тез дәптерлеріңе. Ашыңдар дәптерлеріңді. Бол. Так, жақсы, онда.
ары қарай өте берейік. Атомдар қалай бөлінеді және де ерекшеліктерін кім біледі? Кім оқымады, кім оқыды айтыңдар. Айтпақшы, үй жұмысына шығатындар бар ма? Апай, мен шығамын, апай, мен шығам. Апай, сосын мен. Апай, сосын мен, аға, апай. Апай, мен де. Апай, мен де. Апай, тоже. Камила? Или Малькама? В общем, Камила, сен сабақ оқитын болғансың ба, Ками? Оқып бастадым. Жақсы. Мықты. Так, келе ғой, кел. Малика, келе ғой. Жақсы, апай. Так, мына кітапты қойып кетейін да. Бізде электр энергиялары дегеніміз, олар жоқтан пайда болмайды. Олар қандай да бір электр көздерінен пайда болады. Мысалы, су, жел, бұлардың барлығы электр қуатына жататын болады. Және де дүниежүзілік аса ірі күн электростанциясы Калифорния шөлінде салынған. Ол 2000 үйдің энергиясын қамтамасыз етеді. Және күн энергиясы электр энергиясына да айнала алады. Сонымен қатар біздің осы ғаламша әлемімізде көп тараған энергия көздері олар көмір, мұнай, газ. Және де бұлар және де тағы да басқа миллиондаған жылдар бұрынғы жануарлар мен өсімдіктердің түзілген энергия көздері болып саналады. Жақсы, Малика, жақсы дайындалыпсың, 5 отыра ғой. Рахмет, апай. Жақсы болды ғой. Кілең 5-ке шығатын шығар. Саған сенем. Рахмет. Апай, мен шықсам бола ма? Келе ғой. Атың кім еді? Аттарын айту керек енді. Қазір достар. Мына қыздың есімі Жасмин. Мына қыздың есімі. Осы қыз. Жоқ, бұл емес. Бұл қыздың есімі Жасмин болмайды. Мына қыздың есімі Жасмин. Дәулет. Мына қыздың есімі Қарлығаш. Қайттан. Мына қыздың есімін мен енді табуым керек. Бұл қыздың есімі давайте. Ақбөбек. Камила. Бұл баланың есімі Али, давайте. Қайттан қайталаймыз. Ақбөбек, Камила. Бұл қыз, бала екен. Осы баланың есімі достар, бұл баланың есімі болсын, давайте. Али. Жасмин. Дәулет. Камила. Жоқ, Малика ғой бұлың есім. Мына баланың есімін табу керек енді. Бұл баланың есімі не десек болады, достар? Арайында кетші. Енді достар, мына баланың есімі. Ошым, достар. Қарлығаш. Жарқынай. Қарлығаш. Алихан. Не қабылмайды. Бұл баланың есімі не дейміз? Джек, давай, Джек. Қарлығаш. Нақтамасайықшы. Ақбөбек. Камила. Али. Жасмин.
Дәулет. Ойбай, апайды істеп қойыппын. Дәулет. Малика. Так, не дейміз мына баланың есімін? Достар, не дейсіз болады? Достар, так. Ұмытып қалдым мына баланың есімін. Ұмытып қалғансың ғой. Да қояйық. Так, Джек. Алихан, Қарлығаш, Жарқынай, болды. Так. Ақбөбек, тақтағашық. Қазір апай, бір қайталап алсам болады ма? Бопты, болшы тез. Жақсы апай. Апай, мен шығайын апай. Жақсы, келе ғой, кел. Кәмей, келе ғой. Бізде атомдар, олар жоқтан пайда болмайды. Олар қандай да бір энергия көздерінен пайда болады. Және де атомдар материктің ең кішкентай бөлшектері болып саналады. Атомдардың неден тұратынын айта кетсек. Жақсы, болды. Кәмей, сенің маған жеткілікті негізінде. Жақсы апай, рахмет. Так, енді бізде шығады. Жасымен шыға ғой, кел. Шығам деп едің ғой. Я, кел, баратырым апай. Әлі курткамен жүрсің ба? Ой, апай, мен тоңып отырмын. Жақсы. Так. Ойбай, ұмытып қалдым ғой, апай. Апай, тапсырма бересіз бе? Айтпақшы, тапсырмам бар еді. Сол тапсырманы орындасаң да баға қоям. Журналға қоясыз ба, апай? Қоям, журналға, қалай қоймаймен. Жақсы апай, онда тапсырма бере беріңіз, қазір мен ұмытып тұрмын да. Так, жақсы. Жарқынай. Апай. Сен 328-ші кабинетке барып келші. Жақсы апай, қазір. Ойбай, жоқ, қайтқан. Так, қайтан. Апай. Не болды, Жарқынай? Әжетханаға барып келсем болады ма? Жақсы. Так. Сен атың кім еді? Жарқынай. Так, мен директор едім ғой. Так, тоқта. Апайың шақырып келші маған. Жақсы апай, қазір. Апай, сізді анда директор шақырып жатыр. Директор дейді ме? Ол директор бар еді. Мен апай бірден өзгеріп кетті ғой. Кеттік. Директор ханым, жүруші мен кабинетіме. Жақсы. Так. Қазір келем, достар, үндемей отыра тұрыңдар. Так, мұнда салайын. Сабақтың бітуіне 5 минутқа шашын таралайшы. Ой, достар. Білмей қалдым, так. Мен аңарыңыздан өдіп жүркішті екен, я? Болтында сақпайық. Бұнда анзет бар. Шутка не қап жүр? Шутка не қап жүр деймді. Так, мен аңарыңыздар, достар. Достар, давайте осыдан кейін басқа да бөлімдерді түсіруге кірсем. Сіздер үшін әр бөлімімді әдемілеп салып отыратын боламын. Так, жақсы, онда сақпайын. Так, мына аяқты тағы бір киім тұр. Ойбай, қасыққа ашық немене? Енді мына жақтағылар, бұл жақтағылар да нормально. Так. Ура, қонысот кеттік үйге. Шашап кеттім. Тамақ жегім кеп тұр. Жақсы құрбым, пока. Ойбай, пока. Кеттік, подруга, кеттік, адамды тезілтейікші. Құрбым сен өсектерден шаршамайды екенсің, Так, мен де кеттім.
Неге? Ой, балдар, ертең футболға барайық та. Алихан, сен барасың ба? Оя, барам ғой. Так, онда балдар, сол күні ана 6 сыныбына ұтылмау үшін біз мықты ойнауымыз керек. Мықты жүгіретін кроссовкаларын киіп келіңдер бәрің. Иә ма? Иә, так, қақпаға кім тұрады? Кім тұрған емес? Алихан тұрады да. Ой, мен қақпаға тұрып үйреніп қалдым уже. Немене қыз сияқты майысып отырсың? Ой, бәрібір маған кетші бар. Так, ары қарай жалғастырайық. Иә, солай. Бла-бла-бла. Так, қыздар, давайте демалыс күні жүріп бір қалаға шығып қайтайық та. Жақсы, онда кеттік. Ойбай, директор. Ушып сияқшы кеттік, давайте. Үйлерге кеттік. Нар, типа, қылады екі подругада. Бұлар да подруга негізінде. Екі қыз үйлеріне қайтады. Келдік ау. Иә, солай. Анашымыз келдік. Анашым. Ой, жандарым, сол. Келдіңдер ма? Жақсы, кім бес алды? Мен, анашым. Мен де. Жарайсыңдар. Бармен сабақтарыңды оқып, тамақтарыңды іше беріңдер. Анау Ақбота мен Жансаяға айтыңдар істеп береді, окей? Жақсы, окей. Так, енді киімдерін ауыстырады. Сумкасы қалып қойды өняқта. Ертең алып кетті. Так, бүгін басқашалау киім киейік. Кішкене модный болсын. Так, енді мына қызға кигіземіз, біз кигіземіз. Мына кигізіп көрейікші. Әтем. Так, киімін ауыстырдық. Енді бізде мына жақта қыздарды мында отырғызайық. Так, достар, келесі час ертең шығатын болады. Ереуілнің ара күні. Сол үшін менің каналымды үзбей қарап жүріңіздер. Салыңыздар, достар. Осымен 7-ші час аяқталды.